Құрметті студенттер, мына жерде жаңағы келесі зертханалық жұмысымыз қатты денелердің жылу сыйымдылығын анықтау болады. Қатты денелердің жылу сыйымдылығын анықтамас бұрын жаңа қауіпсіздік ережелерін міндетті түрде сақтап алуымыз керек. Мұғалімнің рұқсатынсыз ешқандай құралдарға жолауға болмайтынын білесіздер. Алдымен бірінші берілген мәліметтермен дұрыстап танысып аласыздар. Одан кейін дәптерлердің арнайы берілген кестелерін сызып аласыздар. Сол мәндерді біз толтыруымыз керек қой. Бірінші жұмыстың шартымен танысып алуымыз керек. Мына жерде жаңағы қатты денелер дейді. Қатты денелерді білесіңдер, өзіндік формасы бар, олар кристалды. Мына жұмыстар қарапайым алатын болсақ, мына қандай темір? Қандай металл? Металлдардың да әртүрлі болады ғой, мысалы, біреуі болаттан жасалған, біреуі темірден жасалған, біреуі жеңіл, біреуі алюминийден жасалған. Яғни бұл жерде жаңағы құралдың арнайы өзінің орналастыратын металлдардың орны бар. Бұл жерге жаңағы сіздер тоққа қосқан кезде арнайы ішінде температура жүреді. Ол қызиды. Қызғаннан кейін барып, мына құралдарды саласыздар да, мына осы берген металлдардың жылу сыйымдылығын анықтайсыздар. Жылу сыйымдылық дегеніміз не жалпы? Оқыған кезде қалай оқыдыңыздар жылу сыйымдылық дегенді? Сіздер енді теориямен біз практиканы теңестіріп салыстыруымыз керек қой. Теориядан алған білімді біз практикада қолдана білуіміз керек. Ал жылу сыйымдылық дегеніміз не? Мысалы, жылу сыйымдылық дегеніміз балалар жалпы бір келген температураға жету үшін соған жұмсалған энергия. Қанша жылу мөлшері кетті, сол біздің жаңағы жылу сыйымдылықты береді екен. Жылу сыйымдылықтың өзі балалар көлемге қатысты және қысымға қатысты болады. Жалпы СВ тең болады 3R деп оқысыңдар. R дегеніміз универсал газ процесс деп аталады. Немесе жаңағы жылу сыйымдылықтың формуласы бар ғой. Q тең болады SM делта Т деп аталады. Яғни жаңағы жүргізіп алған әр металдың жылу сыйымдылығын анықтап алғаннан кейін арнайы кестеге толтырып аласыздар. Кестеге толтырғаннан кейін есептеулер жүргізесіздер. Жаңағы қай металдың жылу сыйымдылығы қаншалықты жүретінін анықтауға болады. Мына жерде жаңағы металдың массасын анықтауға болады ғой. Арнайы гир арқылы массаларын анықтап аламыз. Сондықтан қорытынды жасаймыз. 3-6 мән алғаннан кейін негізгі нәтижесін шығарамыз. Одан кейін жаңағы қателіктерді есептейміз. Сонымен зертханалық жұмыс аяқталады.